Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Мақсат Толықбай. Бүгін Қазақстанда коронавирусқа қарсы Ресейден әкелінген препараттарды жаппай егіп жатқанына 4-ші күн. Осы 4 күннің ішінде қанша мың отандасымыз вакцина салдырды. Олардың жағдайы қалай? Қалыпты ма? Айтпақшы, коронавирус жұқтырып, сонымен ауырып, жазылып шығып, антиденесі қалыптасқан азаматтарға вакцина салдырмай қоюына бола ма, жоқ па? Айтпақшы, енді бұл екпеден кейін басың ауруы мүмкін, тұмау жұқтыруы мүмкін дейді, тағандай әсерлері бар. Бүгін эфирде осы екпенің құрамын әбден бір талдайықшы. Назарларыңызды ашық алаң, армысыздар. Құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз. Вакцинацияға байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Төменде көрсетілген телефон нөмірі бар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, ат салсайық дегіміз келеді. Спикерлер, қош келдіңіздер. Енді алдымен дәл қазіргі мына дүниежүзілік статистикаға бір тоқталып өтейікші, көп болды. Экранға шығарып қойсаңыздар. Міне коронавирус жұқтырғандардың саны дүниежүзі бойынша, мендегі ақпарат бойынша міне 100 миллионнан асқан, өкінішке қарай көз жұмғандардың саны 2.271.232 адам дейді. Нұршай ханым, енді 1 ақпанда вакцинация келді. 1 эфирге өзіңіз қатысқансыз. Сол кезде 2290 адам қабылдады дедіңіз. Енді 4 күн ішінде қаншаға жетті? Бүгінгі күнге дейін мәліметтер бойынша 8000-нан астам адам екпе алды. 8000-нан асты. Жағдайлар қалай? Жағдайлары жақсы. Ешқандай да ауыр түрдегі асқынулар тіркеліп жатқан жоқ. Тіркеліп жатқан реакциялардың көбі дене қызуының көтерілуі, оның ішінде тағы да қан қысымының көтерілуі сияқты реакциялар бар. Өйткені кейбір адамдарда алып атқанда қорқыныш үрей болуы мүмкін, сол себепті осындай реакциялар. Одан кейін сол бірінші тәуліктің соңына қарай тұмау тәріздес симптоматика болып жатыр. Одан кейін кейбірі 1-2 адамдарда буындардың ауруы сияқты ожидаемый дейміз, күтілетін реакциялар тіркелуде. Бұл реакциялардың барлығы 1, 2, 3 күннің соңына қарай бәсеңдеп қалыпты жағдайға келуде. Яғни температура, дене қызуының көтерілуін қалыпты жағдай деп қарау керек па? Иә, бұл қалыпты реакция. Сонда 3 күн ішінде. Өйткені вакцина бұл енді су емес қой, физраствор емес, мысалы, ол реакция, белгілі бір реакцияны туғызатын иммундық препарат. Сондықтан ол адам организмі енгеннен кейін, бұлшық етке енгеннен кейін, ол организм мен ағзамен әрекет жасау керек, иммунитет туғызу үшін. Сол себепті жанама әсерлер болады, ол күтілетін реакция. Организмдің жауабы деп қабылдауға болады. Жауабы. Көбінде жаңа айтып өткен факторлар: дене қызуы, температура, қан қысымы. Жергілікті жердің ауруы. Жергілікті, мысалы, вакцина енгізген орынның ісінуі, қолды көтергенде ауруы, сияқты қызаруы. Önde ол сыртқы фактор белгілі. Дененің ізі, орын ауруы мүмкін, қызаруы мүмкін. Адамның денесіне ішкі ағза тағалай әсер етеді. Енді жалпы реакциялар шаршау сияқты, әлсіздік болады өзі. Бұлай ондай қатты қиын, ондай бүгінгі күнге дейін. Ол неше күнге созылуы мүмкін әлсіздік? 3 күнге дейін созылу, ол заңға сәйкес жаңағы ол нормальный деп есептеледі. Одан кейін көрермендер несіне сала кетейік, вакцинаны бір-ақ рет алам деп ойламаңыздар, 2 рет аласыздар. Біріншісін салдырады, екіншісі 21 күннен кейін. 21 күннен кейін. Неге 7 емес, неге 14 емес, неге 15 күн емес, неге 21 күннен кейін? Алгоритм қандай сонда бұның? Бірінші екпені салғанда бірінші компонент дейміз. Мысалы, қазір спутник вакцинасы 2 компоненттен тұрып жатыр. Бірінші және екінші, ол флаконның сыртында жазулы, медицина қызметкерлері арнайы оқудан өтілген, олар білет, шатастырмайды. Бірінші екпені еккенде бұның құрамы екінші флакондағы вакцинаның құрамынан мүлде бөлек. 2 түрлі белоктың және мөлшері салынған, жаңа 2 компонентке де. Бірінші компонентті еккен кезде адам ағзасында ең бірінші антиденелер шамамен 12-14 күні түзіле бастайды. Жаңа түзілген антиденелердің саны күн артқан сайын өсіп отырады. Бірақ та екінші дозаны жаңағы антиденелердің деңгейі төмендей бастаған кезде екінші доза беріледі. Өйткені сол кезде антиденелердің күшейіп, неғұрлым
арта түсуіне ықпал етеді екінші доза. Сол себептен бір ғана компонентпен шектелмей, екі компонентті бірінен кейін уақытылы мерзімде алған дұрыс. Яғни бірінші вакцинаны алдық, сонда екіншісі мүлдем басқа препарат деген сөз ба? Әлде тура сол екіншісі тура сол емес, ол екінші компонент. Яғни айырмашылық бар басқа айырмашылығы бар, иә. Екеуі екі түрлі компонент. Тағы да нақтырақ айтқанда қандай айырмашылығы жаңа айтып өткеннен бөлек? Бұл белоктың жаңа әрбір вакцина бір белгілі бір коронавирустың бір белогынан алынған, жаңағы ақуызынан алынған материал. Біз айттық, алдында бірнеше рет естіген боларсыздар, коронавирустық инфекцияға қарсы егілетін вакцина бұл векторлық вакцина деп отырмыз. Бұл вектор жаңа тасымалдаушы материал. Векторға коронавирустық инфекцияның бір бөлігін, жаңағы ақуыздың бір бөлігін таниды деген кейінгі кезде бұл белгісі бірдей болу керек та, сол белгілі жаңағы бір бөлігін аденовирустың генетикалық материалын алып тастап, сырты деп айтуға болады ғой, бұл тасымалдаушы болғаннан кейін. Соған бір бекітіліп, жаңағы сол вакцинаны енгізген кезде адам организмде дәл сол спецификалық дейміз ғой, арнайы сол белокқа коронавирустың антиденелер, спецификалық арнайы антиденелер танитын, сол коронавирусты ғана танып, соны ғана жоятын антиденелер пайда болады. Кейіннен, мысалы, натуральный инфекция дейміз, мысалы, қалыпты инфекциямен кездескен кезде, жаңағы признагы бойынша, жаңағы белгісі бойынша, сол компоненттің белгісі бойынша антиденелер танып коронавирус вирусын, соған қарсы әрекет етеді. Бұл негізі осылай. Енді ол спутник V жаңа тұмау дедегі жерге тудыру мүмкін. Ал екінші компонентінде, мақсат айта кеткен, екінші компонентінде басқа бір вирустың түрін енгізген. Жаңа 26-шы, жаңа 5-ші серотиптері бұл вирустың түрлері, белоктарының түрлеріне арнайы спецификалық әсері бар сондай. Сонда біріншінде коронавирус несі бар, екіншінде екеуінде де басқа белоктың бөлігі салынған. Екі түрлі белоктың, бір коронавирустық инфекцияның екі түрлі белогын орнатқан. Енді векторлық вакцина деп жатырмыз, осы біз көріп отырған елге түсінікті тілмен жеткізейікші. Вектор дегеніміз не? Осыған тоқталайықшы ал. Тасымалдаушы деген болады. Тасымалдаушы, жеткізуші, клеткаға. Қазақша айтқанда. Екінші компонентті кіргізгендегі басты мақсат, мына біздің иммунитет өте қысқа, мына өмірі. Қысқа уақытқа дайындалады. Сол уақытта бұл ұзақ, айттық қой, 1 жылға дейін. Тіпті қазіргі соңғы тексерулер 2 жылға дейін ұзақтығы әсері де болып жатыр иммунитеттің. Сол ұзақтыққа жеткізу үшін жасалыпты, басты мақсат, екінші рет жасаудың. Иммунитеттің мына вирусқа қарсы әсер етуінің ұзақтығын барынша ұзарту. Сәл де болса бір жағымды жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Кеше дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының директоры Тедрос Гебрейсус вирус жұқтырғандардың саны деді, 3 аптаның ішінде анағұрлым азайып бара жатқаны көрінеді деді. Сәл де болса бір жағымды жаңалық екен. Екранға шығарып қойыңыздар, сөзіміз дәлелді болсын. COVID-19 жұқтырғандардың саны дейді, 3 аптадан бері азайып келе жатыр. Бұл вирусты басқаруға болатындығының айқын дәлелі, және бұдан әрі санитарлық талаптарды сақтап, тексерілген шараларды жалғастыра берсек, инфекцияның таралуын тоқтатып, талай өмірлерді құтқарып қаламыз. Бірақ әлі еркінсуге болмайды. Бұл өзіміздің және өзгенің қауіпсіздігі үшін маңызды дейді. Енді бүкіл әлем көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын вируспен күрескісі-ақ келеді. Әзірге енді вакцинадан басқа ешқандай жолы жоқ, бұны мойындау керек. Ешкім ойлап тапқан жоқ. Оған балама жоқ. Балама жоқ. Енді дүниежүзі көрсеткіш жалпы айтып отыр ғой, азайып келе жатыр деп. Біздегі ахуалға келейікші. Алда наурыз келе жатыр. Дәл былтырдағыдай жағдай қайтадан ушығып кетпей ме? Қандай да бір болжам бар ма? Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Қазір енді мынау тұрғындар халық нені вакцинаны салдырып жатыр ғой. Бұның ары қарай көмегі зор болады деп үміттенеміз. Сондықтан алдын ала бұл болжам жасалып жатыр қазір басқада ғалымдардың несі бойынша. Но енді әртүрлі ақпарат бар. Наурыз айында пикке жетуі мүмкін дейді. Наурыз айында былтырғы эпидемиялық ахуалдан төмен болады деп болжам жасап жатыр. Олай жоғары болуы
мүмкін емес. Дегенмен еркінсуге болмайды ғой. Еркінсуге болмайды, әлде де сол санитарлық талаптарды сақтау керек. Бізде көбінде әлі де болса да көп адамдар бұл санитарлық талаптарды орындамай жатқан адамдар көп, өкінішке орай. Сондықтан әлі де бұл осы жағдай жалғасып жатыр. Сіз бірінші эфирден бастап осындасыз ғой, тіркелген күннен бастап. Бұрынғыдай емес, бәрі халыққа жауапкершілік сезінетін сияқты. Әрине. Оны сіз болып, біз болып бірталай нәрсені қалыптастырдық. Талай эфир арнадық осы. Екінші, өзі вирусты ол мәңгілік емес, ол да өзінің күшін біледі. Адамдардың арасында қазір адамнан таралу арқылы өзінің заңдылығы бойынша ол күші азаюға тиіс. Ол бір жағы. Екінші жағы, біз оқшау мемлекет емеспіз. Жан-жағына қарайтын болсаң, Ресей болсын, дүние жүзіндегі бәр жерде де аурудың төмендеуі байқалады. Ол мына вирустың қасиетіне байланысты. Өйткені бұған вакцинаның әсері енді ғана біз оның нәтижелерін көре бастаймыз. Өйткені білесіздер, желтоқсан айында басталды. Ол енді қатты әсер ету үшін кемінде бір ай жарым ай өту керек міндетті түрде. Содан кейін ғана оның нәтижелерін көре бастаймыз. Енді қазіргі біздегі қалыпты жағдайдың тұруы, жан-жағымыздағы елдерде айтып жатырмын мен. Қалыпты жағдай және төмендеуі, ол мына вирустың өзінің қасиетінің азайғанына байланысты деп ойлаймын мен. Енді ресми статистика білмеймін, дегенмен енді дерлік ауырып шықты ғой. Бізде енді ол да бір антиденен қалыптасуына ол да бар. Үшінші жағы, екінші жағы біз вакцина салып жатыр. Оған оң нәтиже күтеміз. Үшінші жағы біздің көп адамымыз ауырып тұрды, оларда антидене бар, оларға дайын. Халықтың арасында иммунитет бар. Белгілі бір мөлшерде. Жақсы, Олжа, түсінікті. Енді біз қазір аймақтардың өзін үшке бөлетін болдық. Вирустың таралуына байланысты қызыл аймақ, сары аймақ, жасыл аймақ деген сияқты. Бұл туралы да соңғы мәліметтер тағы да экранға шығарып көрейік. Мінекей, қызыл аймақтағылар дәл қазіргі сәттегі Ақмола, Батыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары. Батыс Қазақстан бір шығып қайтадан кірді қызыл аймаққа. Сары аймақ, Нұр-Сұлтан қаласы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды облыстары. Енді жасыл аймақтардың барлығын тізіп жатқымыз келген жоқ. Қалғандар енді жасыл аймақтағы өңірлер деген сөз. Енді вакцинаға келетін болсақ, осының арасында бір белсенділік танытып жатқан өңірлер бар ма? Мүлдем вакцина бармаған не болмаса облыстар? Жоқ, барлық республика бойынша бүкіл облыстарға бірдей таратылып берді. Келіп түскен вакцина, сондықтан барлық облыстарда бірдей мезетте басталды вакцинация. Бір қалыпты жүріп жатыр, енді бөліп жаратын облыстар қазір жоқ. Жақсы. Енді бірінші ақпандағы әлеуметтік желіде біраз қызу талқыға түскен ақпараттарға тоқталып өтіп кетсек, бірінші ақпанда енді вакцина келді. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бұл Ресейдің препараты, аты Спутник V деп аталады. Спутник 5 деп айтып жүргендер де бар. Біз неге басқа елден емес, неге дәл сол Ресейден ғана алдырдық деп жазғандар болды. Одан кейін Ресейдің ғалымдары неге сынақтың 3-ші кезең қорытындысын жарияламайды деген пікірлерде болды. Осы жерден соңғы мәліметтердің бірі The Lancet медициналық журналы жақында клиниканың сынақтың 3-ші мерзім қорытындысын жариялапты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Ресейдегі өкілі Мелита Винович бұл Спутник V-дің коронавирустан 91,6%-ға қорғайтынына дәлелденді дейді. Сенетін болсақ. Бұл жайында тағы алып қосарларыңыз бар ма? Не білдіңіздер сіздер? Шында да бұл қазіргі соңғы мәлімет осы сайтта жариялады міне. Бұл ақпарат менің ойымша ең бірінші дәрігерлер қауымы үшін өте маңызды ақпарат. Өйткені бұл ақпараттың қазір пайда болуы көптеген дәрігерлерге, ойланып отырған дәрігерлерге үлкен сенім берді. Өйткені 3-ші кезеңнің фазаның аяқталуы, клиникалық зерттеудің, бұл енді осы вакцинаның қауіпсіздігін әбден дәлелдеген этап. Сондықтан бұл әрбір медицина қауымына үлкен жетістік. Өйткені бұл Ресей үшін. Ал біз үшін бұл сенім, үлкен сенім, бұл вакцинаның сапасына деген үлкен сенім. Сондықтан қазір кезде, мысалы, айтып жатыр ғой, кешеден бері, алдың күннен бері кейбір медицина қызметкерлері күмәнмен қарап отыр деп. Осы күмәнмен қарап отырғанға жаңағы үлкен материал сенімдікке апаратын бірден бір жолы деп айтамын. Әрине, күмәнмен қарайтындар да бар. Хабарымыз жалғастырайық. Жаңа табыр мәлімет есіме түсіп отыр. 2 кезеңнен тұрады дедік, вакцина салдыру. Жаңа арасы 21 күн дедік қой. Мысалы үшін бірінші кезеңде мен салдырдым, бірақ маған бір кері әсер етті,
қосымша бір қатты ауруы мүмкін. Ол кезде екіншісі салдына ма жоқ па? Егерде Таңдау еркі бола ма? қарсы айғақтардың ішінде екінші компонентке, бірінші компонентке қатты әсер болған жағдайда екінші компонентке шегерім беріледі. Яғни оған Қатты әсерге не жатады мысалы үшін? қатты әсерге бұл біріншіден аллергиялық реакция. Мысалы, бұл жаңа айттық қой, чужеродное вещество деп, енді бұл организмға жағымсыз нәрсе, өйткені организм оған қарсы антидене шығару керек қой. Сондықтан кейбір жағдайларда әр организмнің жеке қасиетіне байланысты аллергиялық реакция болуы мүмкін. Сондықтан қатты проявляция ететін жаңағы белгілері білінген аллергиялық реакция, оның ішінде анафилаксия, шок болған жағдайда бұл вакцина екінші рет салынбауға тиіс. Бірақ енді бұл үлкен ересек адамдарға салынатын вакцина көбінесе аллергиялық реакциялар бар адамдар өздері білет. Сондықтан дәрігердің тексеріп алдын ала тексеріп қарау кезінде, ол да тексеруді өтеді алдын ала. тексеру кезінде ондай адамдар сразу бірден жаңағы вакцинацияға жіберілмеуі тиіс. Өйткені аллергияға настроенность дейді ғой, аллергияға осындай дайын тұрған адамдардың көбісі алдын ала шегеріліп тастау керек. Екіншіден, бұл қатты реакциялардың ішінде, мысалы, 40-тан асатын жаропонижающий препараттарға ешқандай да әсер етпей, сөйтіп сондай симптомдар болған, мысалы, науқастар, оларға да екінші дозаның берілуі тиым салынады. Мысалы үшін мен вакцина салдырғым келді деліге. Мен қазір үйімнен шығам, өзімнің тұрғылықты мекен жайым бойынша емханаға барам ба сонда? Қазіргі кезде мысалы әзірге бізге жеткен жоқ, қазір медиктерден басталып жатыр. Алдағы уақытта қайда процестерді? Мысалы біз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша айтсақ, мысалы бірінші кезінде қазір медициналық қызметкерлерге вакцина, коронавирусқа қарсы вакцина салынады. Келесі кезең бойынша бірінші бізде жаңағы стационарлық инфекция ауруханаларында жұмыс істейтін қызметкерлер, скорыйда жұмыс істейтін қызметкерлерге салып жатырмыз. Екінші кезең бойынша жаңағы ол созылмалы ауруы бар жаңағы науқастарға, жаңағы нелер, ішкі істер министрлігі, полиция, мұғалімдерге салып кете береді. Соған байланысты біз рет-ретмен, кезек-кезегімен енді күндердің күні реті бізге де келеді ғой. Сіздерге мен қайда барам мысалы үшін сонда? Мен қайда барам? Сіз мысалы қай мекемеге, жаңағы емханаға тіркелгенсіз, осы Нұр-Сұлтан қаласында сол мекемеге барасыз, алдын ала дәрігерге жазылып, дәрігер сізді вакцинаға жіберудің алдында сізді қарап, анамнезіңізді сұрап, жаңағы шағымдарыңыз болса қарап, дене қызуыңызды бәрін өлшегеннен кейін сізге жолдама береді вакцинаға. Сосын ол вакцинамен сіз жаңағы жолдамамен екпе егетін кабинетке барасыз да, сол жерде жаңағы медициналық қызметкер сізді қарайды, жаңағы ешқандай қарсылық жоқ екен. Сосын ол екпені сізге салады. Ол екпені саласап сізді үйге жібере салмайды. Сіздің қолыңызға бейдж береді. Ол бейджда жазылып тұрады. Сізге вакцина салынды, 30 минут ішінде күту бөлмесінде отырыңыз дейді сізге. Қандай да бір реакция бар ма? Содан сіз жаңа күту бөлмесінде 30 минут отырасыз. Егер 30 минуттан кейін сізді жаңағы өз дәрігер шақырады. Қарап сізді, ешқандай өзгерістер жоқ бекен, өзіңізден шағымыңыз жоқ болса, содан кейін сізді үйіңізге жібереді. Одан қоса сізді құр жібере салмайды. Сізді 3 күн бойы жаңағы емханалық дәрігерлер сізді дистанционный арқылы немесе әлде келіп қарауы мүмкін сізді. Егерде сіз осы 3 күн арасында байланыста болады ғой, бақылауда. Байланыста, бақылауда боласыз міндетті түрде. Егерде сізде шағымдарыңыз болып жатса, сіз дәрігеріңізге айтасыз, ол сол уақытта жаңағы сізді не ауруханаға жатқызады, не әлде ол қарайды жаңағы сол 3 күннің ішінде сондай болатын өзгерістер. Сосын жаңа айтта кетті ғой, егерде реакциялар болса деп. Ол мысалы біздің басқармада біз жаңағы департамент санэпидконтролі мен денсаулық сақтау басқармасы, оның ішінде аллерголог, эпидемиолог деген сияқты дәрігерлер, тағы да терапевт деген дәрігерлер сияқты комиссия құрдық, тергеу жүргіземіз. Егерде реакциялар болса, сол тергеуде қарастырамыз. Ол расымен де вакцинадан болды ма, әлде басқа ауруыңыздан сондай реакциялар болды ма екен, соны қарастырып. Енді өзім бір дәріге, бір анағырдың бір аллергиям жоқ екен білем. Маған анализден өту міндетті ба? Жоқ. Қажет емес. Антителаға да тапсыру қажет емес. Сізге вакцина алатын адам болса. Сіз туралы білет дәрігерлер, учаскелік дәрігер. Электрондық паспорт здоровья деген бізде бар.
әр дәрігер сіздің жаңағы қай уақытта дәрігерге келіп, қандай анализ тапсырғаныңыз бәрі электронды түрде көрсетіледі. Анализден өткен күннің өзі біз түрі көп қой бұл анализдің. Негізгілері қайсысы? Қайсыдан өтуді міндеттейсіздер мысалы? Анализ өту міндетті емес, оны дәрігер шешеді. Сіз бірінші күні мысалы келіп жатасыз ғой вакцинаға. Егер де қандай да бір ағзаңызда өзгерістер көріп жетсе, өзі сізді жібереді. Мысалы кардиолог дәрігеріне жібереді, әлде жаңағы ЭКГ түсіреді. Яғни бұған дейін қандай да бір қосымша ауруым бар болған жағдайда ғой. Қажет жағдайда ғана. Нұсқаулық береді. Жақсы. WhatsApp әлеуметтік желісінен бізге тола сұрақтар келіп түсіп жатыр. Сәлеметсіздер ме дейді, мен гепатитпен дейді, ауырамын, учетта тұрамын дейді, соған енді салдыруға бола ма дейді вакцинаны, өте маңызды жауап беріңіздерші дейді. Гепатитпен ауырамын дейді, тіркеуде тұрамын дейді. Ондай ауруларға, ондай науқастарға салса болады, оны дәрігер келген кезде оны шешеді, бірақ бәрібір қарағаннан кейін, бірақ ондай кісілерге салса болады, ондай ауру бар. Біреулер астмамен ауырамын дейді. Жалпы созылмалы аурулар деп жалпы атаймыз ғой. Осы негізі кішкене қауіптірек қайсы осылардың ішіндегі? Өкпе ауруларына да міндетті түрде салынады. Жаңағы қан қысымы бар адамдарға да салынады. Бірақ сол келген кезде оны дәрігер шешу керек міндетті түрде. Бірақ ондай адамдарға қалай айтсақ, противопоказание нет дейміз ғой. Сол себебі бәріне сақтық шаралар қолданылады. Мысалы, сақтық шаралар. Мысалы, кейінгі осы ұсынымға кірген аурулардың біреуі осы сақтық шараларын қолдана отырып вакцинация ұсынылады деген, мысалы, онкологиялық аурулары бар адамдар. Мысалы, онкологиялық аурулардың енді соңғы сатысы болып жатса, әрине вакцина сала алмайды. Ал егер енді басқа да бір онкологиялық аурулар кеңінен көп қой, жеңілдірек, бастапқы болмаса бір сондай бір тоқтап тұрған сатылар болса, әрине вакцинация алу керек, потому что ол адам әлі де өмірі бар алда, диагнозы бар бола тұра. Сондықтан оны әр жағдайда, мен мысал келтіріп отырмын. Онкологиялық ауруларда да сатысына қарайды яғни. Оларды да вакцинациялауға болады, бірақ та әрбір жағдайда қажет дәрігер, мысалы эндокриндік ауру бойынша, не болмаса кардиолог жаңа айтып жатқандай, басқа да диагноздар бойынша онколог рұқсат беріп, оның қазіргі вакцинацияның алдындағы жағдайын тексеріп, баға беріп, содан кейін вакцинациялауға жіберуге болады. Жақсы, бізге тікелей эфирге хабарласып жатқан көрермендер де көп. Біреумен байланысқа шығып көрейік. Қосыңыздар. Қайырлы кеш, эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер, сұрағыңыз жолдасаңыз. Менің сұрағым мынадай. Егер мен өзім педагогпын, жақында вакцина салынады бізге де. Мен вакцинаға сенемін және салғызуға қарсы емеспін. Бірақ енді бессимптоммен ауырып жүретін адамдар бар ғой. Мен естіп едім, ауырып жатқан адамға немесе 6 ай бұрын ауырып жазылып кеткен адамдарға вакцина салынбайды деп. Егер бессимптоммен ауырып жүрген жағдайда білмей вакцина салып қойса, оның жанама әсері болады ма? Біз мысалға қаншама мың педагогпыз, бәріміз вакцина салмай тұрып тест тапсырмаймыз ғой, ПЦР тест тапсырмаймыз ғой, білмейміз ғой. Біз күніге қанша баламен байланыста боламыз, мүмкін бессимптоммен ауырып жүрген болатын шығармыз. Сұрақ түсінікті болған шығар. Коронавируспен ауырып шыққан қанша мыңдаған азаматтар бар, жақында жазылып шыққандары бар, антиденесі сақталған болса, ол вакцина салдырмай қоюға бола ма деген сияқты. Сіз айтасыз. Ауырып шыққан адамдарды әдістемелік ұсынымда жазылған, ауырып шыққан адамдар, осы коронавирусты өткерген адамдар 6 айдан кейін осы коронавирустық вакцинациялармен қамтылады. Неге 6 ай уақыты анықталған? Өйткені коронавирустық инфекциядан кейін әлем бойынша ауырып шыққан адамдарда иммунитет қалыптасады дейміз, кез келген инфекция сияқты. Бірақ та антиденелердің түзілген жаңа инфекциядан кейін түзілген антиденелердің деңгейі төмендейді дағы, кейбір жағдайда ол басынан бастап төмен болуы мүмкін ауырғандардың ішінде. Бірақ та олардың деңгейі жоғары емес. 6 айдан кейін осы адамдар қайтадан науқастанып, қайтадан ауыр түрімен ауырып жатыр. Сол себептен осы 6 айдың мерзімі арғарай енді қорғаныш қасиеті жоқ болғандықтан 6 айдан кейін ауырып жазылғандарға вакцинация енгізіледі. Ал 6 айға дейін вакцинация алмауға болады. Ал енді кейбір адамдар жаңа сұрақтан еще түсінгенім,
кейбір адамдар мысалы қазір білмейді дейді, ауырғанын, ауырмағанын, мысалы симптомсыз түрі тоже болуы мүмкін. Енді симптомсыз түрмен ауырып шыққандар қаншама, өзі білмеуі де мүмкін. Оны білмеуі де мүмкін. Сіз білгенмен, мен білгенмен, көрмен онда түсінбей жатуы мүмкін. Бұл антиденеміз бар ма, сақталған ба, жоқ па, оны қалай білеміз деп. Сонда түсіндіріп өткенсеңіздер. Зертханалық мысалы зерттеуден өтпеген адамдар бар, мысалы өзінің ауыр сезініп, мысалы бір симптомды, аз симптомды түрмен өткерген адамдар бар шығар. Егер де осындай адамдарға вакцинация салынатын болса, бұл еш қауіпсіз. Қауіп болмайды, қауіп жоқ. Ешқандай да асқынуға не бір жаман нәрсеге алып келмейді. Өйткені бұл вакцинациялау екі жаңа компоненттен тұрады деп отырмыз ғой. Бірінші компонентте де дәл сондай антиденелер қалыптасады дағы, біз екінші компонентті бәрібір береміз ғой соған. Бұл да сол сықылды енді, сол сияқты. Өйткені аурудан кейін біз білмейтін антиденелер бар болған күннің кезінде біз вакцинаны берсек, ол вакцинаны антидененің күшін, санын үдетіп күшейтуі мүмкін, бірақ та кері әсер не болмаса жаман асқыну жағдайға алып келмейді. Көрермен сұрағына жауап тапты деп ойлаймын. Антиденең болса да, болмаса да кері әсері болмайды. Солай ғой. Дұрыс айттым ғой. Түсінікті. WhatsApp әлеуметтік желісінде толас сұрақтар келіп жатыр. Экранға шығарсаңыздар тағы да. Ауылдық жерлерде дейді, вакциналар қалай ұйымдастырылады дейді. Алаңдап отырған сияқты, шалғайдағы ауылдар расымен Нұр-Сұлтан, Алматы қаласымен салыстыруға келмейді көбінде. Біз ауылдық жерлерде вакцинацияны ұйымдастыру жағдайын әрине қарастырдық. Республика бойынша бізде қалалық, облыс орталықтарында ғана емес, вакцинация ауылдық жерлерде де ұйымдастырылып жатыр. Ол үшін жергілікті әкімдік тарапынан арнайы жұмыстар жүргізілді. Ол жұмыстар осы өткен жылдың соңынан бастап жүргізіліп жатыр. Бұл вакцинаның әр жерге жеткізілу үшін бір сақтау шарасының өзі мүмкіндігі бар. Вакцина -18 температура сақталу керек. Ауылдық жерлерде бұрын оғындай жағдай мысалы көп жерлерде жоқ болған шығар. Қазір әкімдік тарапынан, облыстық әкімдік тарапынан осы жұмыстар, қамтамасыз ету жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тоңазытқыш, мұздатқыштар әрбір деңгейге қазір қамтамасыз етіліп, сатылып, жоқ жерге сатылып алынып жатыр. Сондықтан қазір енді бүгінгі күні ауылдық жерлерде болмаса да, қазір вакцинаның бірінші келген көлемі де қазір аз мөлшерде. Енді осы ақпан айының соңына қарай бізде үлкен көлемін вакцинаны күтіп отырмыз, келіп түседі деп, сол кездерде енді ауылдық жерлерге де жетеді деген. Қазір 22 мың доза келді. Бірінші ақпанға қарай, енді осы ақпанның соңына қарай, енді соңғы 10 күндігі болар, болжам бойынша, енді 90 мыңға жуық доза вакцина күтіп отырмыз. Сол кезде енді ауылдық жерлерде. Қазірде де кейбір алдын ала дайындығы бар ауылдарда вакцинация ұйымдастырылды. Тоңайық Мырза, өткен бірінші хабарда осы мәселеге тоқталдық. Біз енді қазір 2 адамға вакцина салып қалған 20-сына салдырмасақ, одан бір қатты эффект болмауы мүмкін. Кемінде 60-70% алу керек деп. Әрине. Жалпы вакцинация деген негізі біз сәуірден деп жоспарлап отырық қой. Ол жоспарлаған, ол неге керек? Ол біріншіден халық дайын болу керек. Екіншіден мына медициналық мекемелер жасайтын орындар қазір мына республикалық мекемелердің мамандардың есебінен дайындалып жатыр. Вебинар дейміз ғой енді. Вебинар, семинар бұрынғыша. Солардың есебінен дәрігерлермен қалай жасау керек? Тасымалдау, 18 төмен. Тоңазытқыштармен қамтамасыз ету. Осы дайындық жұмыстарының бәрі қатар келе жатыр дайындық. Біз осы дайындық жұмыстарын сәуір айына дейін аяқтап, мамандарды да сол уақытқа дейін дайындап боламыз, жасайтын. Өйткені шамалы өзгешеліктер бар ғой енді, көріп тұрсыз. Мынандай сұрақ, тұрғындар, көрермендер тарапынан көп жолданып жатыр. Вакцинаны кімдерге салуға болмайды? Вакцинаны салуға болмайтын адамдар, ол жаңағы бірінші очередь 65 жастан асқан адамдарға, жүкті әйелдерге, емізетін, бала емізетін әйелдерге, сосын жаңағы иммунитеттері төмен, денсаулығына байланысты медотвод деп қояды бізде, сол келген кезде уақытша медотвод жасайды. Ал жаңағы коронавируспен ауырып жатқан симптомсыз ауруларға, жаңағы науқастарға 6 айдан кейін салса болады, сол уақытта салуға болмайды. Және қарым-қатынаста жаңағы близкий контакт дейміз, ауру адамдармен болған адамдарға карантин мерзімі біткенше салуға болмайды. Және коронавируспен, яғни ауырып жатқан адамға вакцина алуға болмайды. Солай ма? Болмайды, иә, симптомды. Дәл қазір ауырып жатқан адамға. Болмайды, олар 6 айдан кейін. 6 ай мерзімі өткенше күту керек. Бірақ сіз мысалы сол кісімен жақын арада мысалы кездессеңіз,
оны карантиндік мерзімде боласыз ғой 2 аптадай. Сол өткенше дейін симптомсыз түрде де осындай ма? Симптомсыз түрде де осындай болады. Контактный деп қоямыз. Ол адамдарда енді қысқа болса да иммунитет бар ғой. Өйткені ол адам уже танысып қойды бұл коронавируспен. Оның организмі таныс, ол жауап бере алады енді. Бірақ уақыты қанша? Ол 6 ай деп белгілеп отыр қазір. Сонда оларға қауіпті болып есептеле ма бұл? Жоқ, 6 айға дейін ешқандай коронавирус қауіпті емес. Ол кісіде ауырып тұрғаннан кейін онда иммунитет пайда болады. Оларды мысалы Ол симптомсыз адам білмей алып жүруі мүмкін ғой вакцинаны. Вакцинаны айтып жатырмыз. Оның зияндығы жоқ. Зияндығы жоқ қой. Бірақ айта кетсем, мысалы өзім ауырып шықтым, 6 ай мерзім өтті, өзім үшін барып антитела тапсырдым жақында. Менде 0 деп берді. Еш ауырмаған адамға ұқсайсыз дейді. Жолдасым ауырды, бірақ ода бір 50% әлі бар деді антителдары. Сол себептен мен мысалы алсам ба деп ойланып отырмын. Келесі апта кезеңмен вакцинаны алсақ па деп. Бізден кеше төтенше жағдай кезінде де, одан кейін де көбінде енді коронавирус егде адамдарға қауіпті екені байқалды, саябаққа шықпауға кеңес бердік 60-тан асқандарға. Енді вакцинаға келгенде де дәл солай 18 бен 65 жастың аралығы деп жатырмыз. 65-тен кейінгілер қайтеміз енді. 18 жасқа дейінгі балаларда және 65 жастан асқан адамдарға ең бірінші кезеңде вакцинаны әзірлеу кезінде клиникалық зерттеулер жүргізілмеген. Сол себептен ғана оларға қарсы айғақ беріліп отыр. Оларға қауіпті емес, қазірде де қауіпті деген. Ол уақытша қарсы көрсетілді. Алдағы уақытта рұқсат берілуі мүмкін ғой? Алдағы уақытта клиникалық зерттеулер аяқталған кезде, әрине қауіпсіздігі дәлелденген кезде оларға да вакцинация ұсынылуы мүмкін. Енді алдағы уақытта мысалы үшін өзіміздің вакцинамызды әнеміне дайын болады деп отырмыз, қазір. Бұл жерде де жас ерекшелігінде шектеу бар ғой, Енді қазіргі кезде олар қай топқа клиникалық зерттеу жүргізіліп жатыр, соған байланысты. Қазіргі кезде ең бірінші адамдар енді зерттей бастағанда осы вакцинаны әзірлеушілер, олар негізгі население дейміз ғой, основное, среднее население, орта жастағы адамдарды алды. Өйткені олар жұмыскер адамдар, нағыз активное население, белсенді халық, осы белсенді халықтың арасында жүргізілді, сондықтан оларға рұқсат етілді. Өйткені оларда клиникалық зерттеудің нәтижесі бойынша қауіпсіздігі дәлелденген. Ал қазіргі кейінгі этапта жаңа басқа 65-тен асқан адамдарды, мысалы қазір жақын арада бізде де мүмкін шектеуді алып тастауы мүмкін. Өйткені Ресейде қазір осы Спутник V вакцинасын ересек жаңа 65-тен асқан егде жастағы адамдарға рұқсат етілді. Енді егерде бізге де ресми түрде ақпарат келіп түссе, жаңа растау ақпараты, онда бізде мысалы келешекте осы шектеуді алып тастауымыз мүмкін. Енді әртүрлі сұрақтар жолданып жатыр. Бұл өзі тексерілген бе дейді. Өткен хабарда да айттым. Біз осы Ресейдің вакцинасын сатып елімізге алып келген бірінші мемлекет емес, біз 16-шы мемлекетпіз. Дамыған Біріккен Араб Әмірліктері, Алжир болсын, Аргентина сияқты 15, Қазақстанның 18-ге жетті соңғы ақпараттар бойынша. Біз 16-шы мемлекет болып алдырдық. Енді мынандай сұрақтар да көп түседі бізге. Қайырлы кеш, менің сұрағым дейді. Вакцинаны алған соң маска тақпай емін еркін жүрсе бола ма дейді. Әлде вакцина алған адамда жұқтыруы мүмкін бе дейді. Біріншіден айту керек, вакцинаны алған адам бүгін мысалы кейбіреулер қате пікірде, енді осындай сұрақтар көптеп бізге де түсуде. Вакцина алғаннан кейін мен қауіптімін ба, мен қайда барам дейді вакцина алғаннан кейін 2 аптаның ішінде. Айта кететінді тағы бір рет, вакцина алған адамда инфекцияның ешқандай да қоздырғышы болмайды. Вакцинаның арқасында, вакцинаның құрамында ешқандай да тірі вирус жоқ, коронавирус. Сондықтан вакцина алған адам айналасындағы адамдар үшін ешқандай қауіп тудырмайды. Ауру көзі болып табылмайды, ешқандай да қауіп тудыра алмайды. Бірақ айта кететін жаңа сұраққа байланысты, мен маска тақпай жүре алам ба деген. Әрине, алдында біз жаңа жоғарырақ айтып кеттік, вакцина алған адамның қорғаныш қасиеті, антиденелер тек қана 14-15 күннен бастап түзіле бастайды, 12 күннен бастап кейбір адамдарда. Яғни сол мезетке дейін ауру жұқтыру қаупі бәрібір
сақталады. жоғары, Иә, өйткені өзінде қалыптасып үлгерген жоқ қорғаныш қасиет. Сол себепті ол инфекциямен кездескен жағдайда әрине науқастан қалу қаупі өте жоғары болғандықтан масканы пайдалануға тиіс. Бірақ одан кейін екінші дозаны алған жоқ қой. Одан кейін сол себепті оның иммунитет деңгейі әлі де төмен болғандықтан толық қалыптасқанша вакцинаны масканы тағуға міндетті. Және масканы да басқа да сақтық шараларын пайдалану керек. Сақтауға тиіспіз дейсіз. Енді көріп отырмыз ғой WhatsApp-тағы сұрақтарды. Вакцина туралы айтып жатсыздар. Осы тұрған спикерлердің өздері алды ма екен дейді. Дұрыс сұрақ қойыңыз. Онда сұрақ Аласыздар, қалмасын. бұйырса ол да болар. Жылдың соңына дейін сіздерді айтып жатыр. Өздері ала ма екен деп. Аламыз. Жылдың соңына дейін біздің Әзір алған жоқсыздар, салдырған жоқсыздар вакцина. Қазір алған жоқпыз, себебі бірінші кезең бойынша аз дозалар келді ғой. Мысалы Нұр-Сұлтанға 2030 доза келді, ол бірінші очередь біздің жағы ауруханалардың қызметкерлері бірінші очередь. Келесі кезеңде өзімізде аламыз, біз мемлекет қызметші болғандықтан бізде сол кезекке, кейінгі үшінші кезекке мысалы кіреміз бізде міндетті түрде. Енді қазір рет-ретімен ғой, енді осы айдың ортасы біздің отандық вакцинада міне дайын болуы мүмкін. Мына жақта келетін Ресейден тағы да дозалары көбейеді. Әзірге қазір медицина қызметкерлеріне көптеп салынып жатыр. Бірінші кезектегі алғы шептегі медицина. Алғы шептегі. Солардың біреуін сұхбатқа тартып көрген едік. Экранға қарайықшы. Жақсы. Айдан Аязбек алғашқылардың бірі болып коронавирусқа қарсы екпе салдырды. Қазір оның жағдайы жақсы. Тіпті күнделікті күйбең тірлікке де қызу кіріскен. Дәрігерлік қызметте 5 жыл жүрсем де бастапқыда сәл алаңдаушылық болды дейді ол. Өте жақсы, көріп отырғандағыдай жұмыста жүрмін. Қалай сезіндіңіз? Өте жақсы сезініп тұрмын. Ешқандай жергілікті әсерде, жалпы әсерде болған жоқ. Температура болған жоқ. Жақсы сезініп тұрмын. Сіздің отбасы мүшелеріңізге енді осы вакцинаны салдырасыздар ма? Олар қарсы емес пе жалпы? Отбасы мүшелеріме салдырамын. Ең бірінші вакцина рұқсат берілген жағдайда, қарапайым халыққа рұқсат беріп, бізге жергілікті емханаларға жеткізілген жағдайда, ең бірінші ата-анамнан, жолдасымнан бастап салдырамын. Еске сала кетейік, вакцина салу шарасы ерікті түрде жүргізіледі. Бүгінгі таңда елімізде 8 мыңнан астам ақ халатты коронавирусқа қарсы екпе салдырды. Қалған дәрігерлер өз кезегін күтуде. Бізде мына халық денсаулық туралы кодекстің 77-ші бабында айқын жазылған, екпе салдырасың ба, жоқ па, таңдау еркі өзіңде, сені ешкім мәжбүрлей алмайды негізінде. Енді былай қараңыздар, мен үйдегі отбасым бар, кешкісін енді Құдай сақтасын, ыстығым көтерілуі мүмкін. Мен жедел жәрдем шақырам. Өзімнің, отбасымның қауіпсіздігі үшін. Сол үйіме келген жедел жәрдем қызметкері вакцина салдырды ма, жоқ па? Одан бір анықтама талап етуге құқығым бар ма? Жоқ, сізде. Ол мысалы скорыйдағы істейтін мысалы қызметкерлер, олар 2 апта сайын ПТР тапсырады коронавирусқа қарсы. Содан соң олар жаңағы өздерінде бетперделері бар, сиздары жаңағы костюмдары бар, одноразовый. Әр науқасқа баратын алдында олар киімдерін ауыстырады. Сол кезде, бірақ қазіргі кезде бізде медициналық қызметкерлер, сол жаңағы жедел жәрдем бірінші міндетті түрде жақсы вакцинацияланып жатыр осы күнге дейін. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, алдыңғы шептегі деп. Яғни олар жедел жәрдем қызметкерлері, жансақтау бөлімінде жұмыс істейтіндер, от пен оқтың арасында жүргендер. Олар енді вакцинадан бас тартқан жағдайда салдырмайым де. Енді олар тікелей қарым-қатынасында қандай да бір шектеу қою дұрыс па? Логикаға сыймайтын нәрсе ғой. Ол өзі алғы шепті қалаған дәрігер. Өзі сол аурумен күресуді өзіне мақсат қойған дәрігер вакцинадан отказ бермейді. Ол сенбейтін нәрсе. Өзін-өзі енді сіз бұл деген пандемия деген төтенше жағдай. Соғыспен бірдей. Сіз бара жатып қарусыз күресумен бірдей ғой аурумен. Қаруыңыз сіздің ол иммунитет. Иммунитет ол өзінен өзі келмейді. Ол міндетті түрде сіздің иммуниттік системаңызды күшейту арқылы вакцина арқылы пайда болатын нәрсе. Дегенмен әріптестің араларыңызда жоқ мұндай? Мен салдырмайын деп жатқан жоқ. Енді вакцина енді біздің негізі мемлекетімізде біріншіден келіп жатыр ғой. Арасында болады ондай қорқақтап, бір-бірінен сұрап, бір-бірінен қалай, сенде қалай, олда қалай деген сияқты. Бірақ осы жылдың соңына дейін менің ойымша барлық медициналық қызметкерлер осыған келеді, өздері салады. Бұлай енді болып жатыр енді бізде отказдар
салғысы келмейтіндер. Бірақ жұмыс жақсы жүргізіліп жатыр. Бізде мысалы жаңағы СМИ-лар жұмыс істеп жатыр. Енді келе-келе біздің медициналық қызметкерлердің бәрі толығымен вакциналады деп ойлаймыз енді. Жақсы, енді спутниктен кейін иммунитет, жаңа сізді бір аға сөзіңізді айтып қалдыңыз. Кем дегенде дейді 2 жыл сақталу мүмкін екендігі айтылып жатыр қазір. Сонда бір рет вакцина алдың, жыл сайын алдыруын қажет жоқ деген сөз ба бұл? Қалай? Әлде бәрібір жыл сайын алдыруын керек пе? Ол енді ревакцинация деген негізі қаралған нәрсе жалпы. Анықтамасын 2 жылға дейін деп айтылыпты. Иә, бірақ енді зерттеулер, ол бірақ енді әр организм. Ол енді айналып келгенде адам иммунитеті байланысты ма? Иә, адам индивидуальны ғой. Әркімде әртүрлі реакция болуы мүмкін. Жаңағы бір ғана мысалы ауырып тұрғандар міне айтып отыр, осы арада ғана. Біреуінің иммунитеті қазір 3 айдан кейін, 4 айдан кейін 0-ді көрсетіп тұр. Біреуінде 50-60% иммунитет бар. Денелер әлі сақтаулы тұр. Сондықтан енді ол адамдардың организмі. Бірақ соңғы айтылған нәрсе енді 1 жылға кепілдік беріп жатыр. Иә. Енді тұмауды өзі бір салдырдық, одан кейде бір 2-3 жыл салдырмай кетеміз. Иә? Кейде ауырмай шығасыз, кейде жеңіл түрмен өтіп жатады. Жыл сайын бізде уақытысы бар ғой өзінің салатын. Сол жаңағы созылмалы аурумен жаңағы өзіміздің қызметкерлер міндетті түрде жыл сайын бізде салынады сол күз уақытысында. Енді мына вакцина енді жаңадан енді қарастырылып жатыр ғой айтқандай. Бұл аурудың ерекшелігі бұнда бір маусымдық деген жаңағы не жоқ, характеристика жоқ. Ол грипп, тұмау, уақыты бар. Ол октябрьде басталады, апрельде аяқталады. Жылда сол, ол аяғынан бері келді, 70 жылдан бері келді. Бір уақытта октябрьде басталады, 40-шы жетті дейміз біз. Там анау сәуірдің аяғында аяқталады, 20-ларында. Бұнда бір маусымға бір бекітілген уақыты жоқ. Сондықтан бір басып айтып келесі жылы біз жасамаймыз деген ол болмайды. Өйткені ондай ешқандай дәлел жоқ. Ғылыми да дәлел жоқ. Күнделікті көріп отқан өмірімізде де ондай жоқ. Сондықтан біз келесі жылы бұл аурудың өзін қалай жүргізеді адамдардың арасында, таралу қабілеті қалай болады, адамдардағы иммунитетті біз тексеруге мүмкіндігіміз бар. Өйткені бұны бұл вакцинаны жасағаннан кейін біз тоқтап қалмаймыз. Біз бір уақыт өткеннен кейін ол кісілердегі иммунитеттің жағдайын тексереміз. Иә. Қаншалықты адамдарда біз қаншалықты халықты дайындай алдық. Соң жағдайына байланысты шешім қабылданады. Көрермендердің сұрағына кезек берейік. WhatsApp әлеуметтік желісін экранға шығарсаңыздар. Ассалаумағалейкум дейді. Мен Тараздан хабарласып отырмын. Біздің емханада вакцина егіп жатыр екен. Менде сахарный диабет. Вакцина еккім келеді, бірақ менде 12 көрсетіп тұр. Врачымыз 10 болу керек дейді. Соған жауап берсеңіздер, вакцина салмаған жағдайда қайда хабарласуға болады? Жылда гриппке қарсы вакцина қабылдаймын. Ешқандай жаман әсер еткен емес дейді. Жоқ, бұл негізі қант ауруы ол контролируемый дейміз ғой. Оны дәрігер 10-ға алып келіп барып, қарсы, 12-ден жоғары деп тұр ғой. Егер дәрігері 10-ды көрсеткіш ретінде осы науқасқа көріп тұрса, онда ол түсірілетін нәрсе ғой. Уақытша уақыт керек әзір. Мүмкін күзге, мүмкін жазға таман салу мүмкін. Оны ешкім оған құқық жоқ, отказ беру бойынша, заңнама бойынша, егер жасы, денсаулығы сәйкестеніп тұрса, бұл кісіге тегін емін-еркін жаңағы вакцинасын коронавирусқа қарсы салып береді. Уақытша ғана бұл не ғой? Уақытша қарсылық. Отказ. Бұл енді қант диабетінде біз созылмалы аурулардың қатарына жатқыза аламыз ғой. Иә. Қант диабетімен ауыратындар саны өте көп біздің елімізде. Өте көп. Енді тола сұрақтар келіп түсіп жатыр. Мына біздегі жаңалыққа тоқталайықшы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы енді вакциналардың қатарында үміткер ретінде қазақстандық 5 вакцинаны тіркепті. Мен таң қалдым. Біреу емес, екеу емес, үшеу емес, қатарынан 5-еу. Енді оның бірі қазір Қордайда білесіздер, ғылыми зерттеу біздегі міне институт әзірлеген инактивті вакцина дейді. Екіншісі Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Агуя штатының университетімен бірлесіп ақшпен бірге әзірлеп жатқан вакцинасы. Үшіншісі міне ұлттық аграрлық университет әзірлеп жатқан вакцина. Төртінші міне Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық орталығы әзірлеп жатқан вакцина дейді. Бесіншісі қайдадан сол біздегі ғылыми зерттеу институты. Екі түрлі, бірақ қарасаңыздар, біріншісі жаңа көрсетіп өткендей инактивті, екінші суббірлік дейді вакцина. Айырмашылығы қандай сонда бұлардың? Бұл енді Жамбыл облысы Қордайдағы ғой, аудандағы. Сонда бір зертхана екі түрлі вакцина дайындап жатыр ма? Екі түрлі вакцинаны зерттеп жатыр, өйткені әрбір вакцина өндіруші или не болмаса жаңа ғылыми зерттеу институттары
бір зертхананың өзінде бірнеше проектін алып жүруі мүмкін. Әртүрлі, өйткені олар қайсының қандай нәтиже беретінін білмейді ғой, басында бастаған кезде. Сол сияқты мүмкін екі түрлі технология бойынша әзірлеген вакциналар шығар. Инактивтелген вакцина технологиясы бойынша бұл бұрыннан келе жатқан қалыпты, традиционный дейміз ғой, сондай механизм арқылы вирусты өлтіріп, одан кейін соны вакцина ретінде жаңағы тұтас вирусты енгізу организмге. Сол арқылы жұмыс істейтін вакцина болса, ал енді суббірлікті деген вакцина бұл кейінгі поколение дейміз ғой, кейінгі буындағы жаңа механизмдерге кіреді. Бұл субединичный или суббірлікті вакциналар, ол рекомбинантты, яғни жаңағы генетикалық материалдан белгілі бір бөлшегін алып, вакцинаға басқа бір тасымалдаушы арқылы енгізіледі деген рекомбинантты вакцина. Сондықтан бұның технологиялары әртүрлі, бірақ та соңғы нәтижелері бәрінің де осы инфекцияға қарсы спецификалық қорғаныш қасиетін түзу. Ал енді жаңа айтыватқанымыздай, вакциналар көп, списігі барлығын, бұл әзірленіп жатыр деген списік дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына кірген үміткер вакциналар ретінде кірген. Бірақ та енді нәтижесі бойынша алға шыққан жаңғыз вакцина ол Касковитин. Касковит әзірге алға шыққан сол. Алға шыққан сол, Бұл шамамен қашан дайын болады? Бұл үшінші қазір фазасын өткізіп жатыр. Бұл вакцинаның клиникалық зерттеудің үшінші фазасы шамамен осы мамыр айының аяғы. Қорытындысы жарияланғаннан кейін. Енді 2-тоқсанның аяғында аяқталып, нәтижесін көреміз деген үміттеміз. Жоғайық мырза, қайсын таңдайсыз? Спутник па, отандық? Мынау дәстүрлі болғаннан кейін Қазақстанда дайындалып жатқан, дәстүрлі деген бұрыннан дайындалып кеткен мына тұтас вирустан жасалған. Тұтас вирустан болғаннан кейін оның әсер ету спектрі көбірек. Сондықтан мен өзім сол Қазақстанды таңдар едім. Өзі жаңа дейміз, негіз осылардың көбісі бұрыннан бар вакциналар ғой. Мына Қазақстандық дайындалып жатқан бұрынғы дәстүрлі дайындау. Дәстүрлі деген сол ғой, бұрыннан бар деген сол ғой. Технологиясы бұрынғы. Технологиясы бұрынғы, бұрындар сонда қандай вирусқа қарсы дайындалған бұлар? Мынау күнделікті пайдаланып жатқан өзіміздің бұдан басқа жаңағы 17 вакцинамыз бар ғой, календарда. Полиомиелит вакцинасы, инактивтелген вакцина. Полиомиелит вирусын өлтіріп, вакцинаға енгізіп, бізге енгізгенде, мысалы, полиомиелит инактивтелген вакцина. Ол бұрыннан, мысалы, келе жатқан дәстүрлі вакцина. Біздің күнтізбемізде ондай вакциналар. Біздің күнтізбемізде, мысалы, гепатитке қарсы, мысалы, қазіргі аденовирус векторлық вакцинаға ұқсас вакцина, мысалы. Оның да технологиясын гепатит Б инфекциясына қарсы вакцина, мысалы, ол инактивтіге жатпайды, ол рекомбинантты вакцина. Қиып алып, бір генетический бөлігін соған қарсы өте жақсы нәтижелер беріп келе жатыр. Қазір 300-400 есеге төмендеп жатыр, мысалы, вакцинациялау басталғанға дейінгі кезеңмен салыстырғанда қазіргі кездегі. Коронавирус жоқ па сонда? Жоқ, бұл біздің дәстүрлі прививкілерді примерге айтып отырық. Сондай технологиямен дайындалған вакциналар. Мынандай бір сұрақ бар. Мысалы үшін коронавирус енді былтырдағы наурызбен қарағанда салыстырмалы түрде ғалымдар да айтып жатыр. Уақыт өткен сайын мутацияға ұшырайды дейді. Өзгеріске ұшырап отырады, енді бұл мутацияға ұшырайтын болса, ертең соған байланысты біз тағы да басқа вакцина дайындауымыз керек пе? Өзгеріс болады ма деген сияқты. Қаншалықты вакцинаның өзі өзгеріске ұшырауы мүмкін ертең? Ол енді болашақтың мәселесі ең біріншіден. Екіншіден айта кету керек, вакцинаның негізінде мына вирустың, коронавирус вирусының өзінің консервативті бөліктері бар, және ауыспалы бөліктері бар. Поверхностный дегені, поверхностный белок, ол ауысып отырады. Мутация, дәл сол поверхностный белоктарға қатысты мутация, өзгергіштік қасиеті. Ал енді консервативті участок, ол өзгермейтін бөлігі вирустың. Вакцина дәл сол өзгермейтін консервативтік участогының, консервативтік бөлігінің бөліктеріне қарсы жасалынғандықтан ол өзгермейтін бөлігіне қарсы жасалынып отыр. Яғни қазіргі ұсынылып отырған вакциналар мутация болған күнге қарамай, мутацияға қарамастан тиімді болып есептелініп отыр қазіргі кезде. Біз енді айттым ғой, Нұршай ханым студияға келсе ешкім сөйлетпейді.
Раушан ханым, енді ол вакцина дайын болғанша, елдің бәрі не келгенше ол өзі жылдың аяғына дейін барамыз шамамен, екінші жартыжылдыққа. Оған дейін енді қорғанудың тағандай әдістері бар. Қысқаша ғана айта кетсеңіз, уақытымыз өте аз қалды. Енді қорғанудың әдісі болғанда, күнделікті адам өзі психологиялық тұрғыда дайын болу керек. Тамақтану режимі, ұйқысы тыныш болу керек, стресс жағдайы төмен болу керек. Мынау арақашықтықты, сосын адам көп жиналған жерлерде масканы тағу. Енді масканың де өзінің тағу несі бар, 2 сағаттан артық тағуға болмайды, оны бет алдына таңертеңнен кешке шейін тағып жүрге болмайды. Апталап тағатындар бар. Оны тек қана жаңағы адам шоғырланған жерде ғана тағуға керек, қалған жерде маскасы жүруге болады. Одан кейін күнделікті үйіне келгенде жаңа қол жуу, сол барлық шараларды сақтау керек. Жақсы. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахметімізді айтамыз. Жаңада айтып жатырмыз ғой, Жұмабек мырза екеніміз білмеймін, енді бір 50-ге тарта эфир өткізген шығармыз. Коронавирусты қозғамайтын күнге жетейікші. Аяқтап. Иә, аяқтап. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ауырмайық, келесі эфирде жүздескенше.